Қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кембіра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Мектебіміздегі жас дарындар домбырада еркін ойнайды. Домбыра үйірмесінің сабағына тілшіміз Забира Якупта қатысты. Бос уақытты тиімді үйлестіру әрбір оқушының тұлғалық дамуына ықпал ететін маңызды мәселе. Мектеп қабырғасындағы түрлі үйірмелер балалардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың жаңа қабілеттерін ашуға жол ашады. Бұл үйірмеде оқушылар тек күй үйреніп қана қоймай, қазақ халқының бай мәдениетімен танысады. Осы орайда біз 30 жылдық еңбек өтілі бар тәжірибелі мұғалім Аида Керімбайқызымен сұхбат құрдық. Біз қазір мектебіміздегі домбыра үйірмесіне келіп отырмыз. Енді осы домбыра жайлы өзіңіз бір мәліметтер айтсаңыз. Енді домбыра туралы айтатын болсам, қазір қазақтың әр баласы тәуба деуге болады. Қазір домбыраға өте құштар. Кішкентай балалардың өзі домбыраға әуестіктері артып, ортамыз көбейіп жатыр. Домбыра деген енді қазақтың ұлы аспабы ғой. Әр бала ойнау керек деп түсінемін. Домбыра ұстамаған балалар өте көп, әрине. Солардың бәрін бастап қалай отыру керек, қалыптастырып домбыраны қағыстарды меңгертіп дегендей. Бұл домбыраның нюанстары өте көп. Келе салып отыра салып ойнап кету емес, оның қалай отыру керек, постановка дейді, музыка тілінде айтқанда. Баланың екі қолының қойылымы, қалай отыру керек, қалай тарту керек, қағыстарды меңгеру деген сияқты. Ондай тәсілдер өте көп. Болашақта осы мектептен жақсы лауреаттар шығарамыз деген ойдамыз. Бұл Әлинұр Мұратқали, 6-шы сынып оқушысы. Ол осы үйірменің арқасында бірқатар байқаулардың жүлдегері атанып үлгерген. Мен домбыра ойнағанда патриоттық сезім оянады. Мен домбыраны ойнауды жақсы көремін. Осы мектепте үйірме домбырасы бар екен. Жарыстарға қатысты ма? Иә. Осындай домбырада нешінші орынға орын алды? Бірінші орын. Атай балбырауын, ертұран, ерке сылқым, келіншек, тағы да басқалар. Қанша жылдан бері осы домбыраға айналысасыз? Осы домбыраны бір жылдан асты уақыт қатысым. Қандай сезімде болмасын ойнаған кезде? Домбыраны ойнағанда күшті сезіндім. Бос уақытты үйлестіре білу әр баланың өмірлік дағдысы. Ал мектептегі үйірмелер, соның ішінде домбыра үйірмесі, оқушылардың жан-жақты дамуына үлкен мүмкіндік беріп отыр. Забира Якуп, Абдрахман Қайрат, Ұрпақ үні, медиа.